Петропавлда әмбебап теннис орталығы ашылды. Салтанатты шараға облыс қала басшылығы мен Қазақстан теннис федерациясының төрағасы Болат Өтемұратов қатысты. Бірінші болып сөз сөйлеген Құмар Ақсақалов нысанның маңыздылығына тоқталды. Облыста салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында біраз жұмыстар атқарылуда. Жыл сайын бюджет есебінен және де мемлекеттік серіктестік арқылы көп спорт нысандар ашылуда. Мінеки ең үлкені бүгінгі осы теннис орталығы. Петропавлдағы тұңғыш теннис орталығы бір жылдың ішінде мемлекет пен жекеменшік әріптестік негізінде бой түзеді. Тың спорттық кешеннің аумағы 7000 шаршы метрден асады. Негізгі жаттығу залында 4 корт орын тепкен. Трибуналардың сыйымдылығы 1210 адамға шақталған. Орталық Фортебанк акционерлік қоғамынан несиеге алынған қаржытқа тұрғызылды. 7 хардкорт, әлемдегі танымал төсеніш пен гринсет, испандық төсеніш. Балалар, жасөспірім балдарға барлық мүмкіндік жасалған фитнес залы бар, киім-кешек ауыстыратын лайықты бөлмелер бар, конференц залы, кафе. Негізі теннис орталық айтатын болса, бұл бірінші бағдарлама бойынша ГЧП проекті. Система работает простым способом. Бұл жүйе жекеменшік, мемлекет және банк арқылы жұмыс істейді. Нысан иесі құрылысқа ақшаның 20%-ын салса, мемлекет 80%-ын бізден алды. 10 жыл бойы үкімет бізге несие төлейді. Кейін орталық жекеменшіктің иелігіне беріледі. Әлеуметтік ғимаратты осылайша қолданысқа енгізу барлық тараптар үшін ыңғайлы. Спорттық нысанда 300-ден астам адам жаттығады. Оның 200-і балалар. Білікті бапкерлер елбасының сүйікті спорт түрінен сабақ береді. Қазіргі кезде менімен бірге 3 бапкер істейді. Жалпы болса балалар саны 30-дан асады. Менің қол астымда жалғыз ғана шәкіртім бар, ол кәсіби ретінде айналысады. Түрлі ұлттық және басқа шетелде нелерге қатысып, жарыстарға қатысып орын алып жүр. Ал қалғандары болса, ол кіші жасты балалар. Қазіргі кезде олар тек қана облыстың ішінде күшеуге күш салып жатыр. Айта кету керек, мұнда үлкен теннистен бөлек үстел теннисі, баскетбол мен волейболдан үйірмелер қарастырылған. Кортта жолдастық кездесулер ұйымдастырылды. Ел абыройын халықаралық ареналарда қорғап жүрген ракетка шеберлері шеберлік матчын өткізді. Тілге тиек етсек, бүгінде облыста 15 теннис корты бар. 8-і жабық және 7-і ашық алаңдарда орналасқан. Оның 3-і әмбебап теннис орталығы маңында жайғасқан. Осылайша қалалықтарға жаз және қыс уақытында спортпен шұғылдануға мүмкіндік жасалған.